Жалпы біздің қазақ заң жағынан өте сауатты, до того сауатты. Банктен жаңадан график алатын кезде менеджерге барып, бүкіл проблемасын түсіндіріп, бүкіл жағдайын айтып, өмір баяндап береді ғой. Сөйтіп менеджер дайындап берген бір парақ қағазға жазып, қолын қоя салады. Одан кейін ренжиді. Неге банк маған жаңадан график бермеді? Неге банк маған қараспады? Неге банк менің жағдайымды түсінбеді? Деп өзінше бір заң жағынан сауатты болуға былайша айтқанда тырыспайды. Сондықтан да егер де сіздің заң жағынан сондай сауатты достарыңыз, таныстарыңыз, туысқандарыңыз болса, міндетті түрде осы видеомен бөлісіңіздер. Заң жағынан сауатты болсын. Өйткені осы парақшада заңға қатысты, жалпы несиеге қатысты ақпараттар өте көп.